Сәлем достар. Міне достар, бүгін сіздермен бірге ең қарапайым рецептті қолдана отырып, фаршталған болгар перецін дайындадық. Иісі өте керемет, дәмі де сондай болып шықты деп ойлаймын. Менімен бірге болып, бүгін рецептті соңына дейін
қарағандарыңызға көп рахмет. Менің рецептімді пайдаланып, міндетті түрде үйден жасап көріңіздер. Өте қарапайым, көкөністерден жасалынатын тағам. Видеомды бағалап, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.